Ал балықтың құрал сайманын сататын менің Қуат досыма келіп жатыр. Қуатта. Мынау жол соң Қуатта келетін. Мына жерден солға бұрыласыздар. Келем деген адамға көрсетіп беріп жатқаным ғой. Заттары арзан. Тек арзан емес, саудаласуға да болады ғой бәрі Қуат. Мен оны жарнамалап жатқан жоқпын, бірақ мен 15-20 жылдан бері келе жатқан досым, ол өте жаман балықшы емес, өте жақсы балықшы. Кефаль жақсы аулайтын жігіт. Міне осы жерге мына осы жерлердің біріне қазір көлікті қалдырамыз осы жерге. Ар жақ қарта шетіне қаратып көрей келді. Мына шетіне қарата халықтың бәрі көлікті осы жерге қалдыратын болған ғой. Сіз көлікпен келсеңіз сіздің жолды көрсетіп жатқаным ғой мынау. 21-ші шағын аудандағы базар ғой. Соны мына түбіне келесіздер. Түбі дейді ма, шеті ма? Осының шетіне келіп бір жерге көлікті қалдырасыздар. Осы жердің бір жеріне қояйын мен көлікті. Сосын ары қарта тағы да сүрем, керек болатын болса. Көлікті қалдырдым. Сіздерге түсінікті болсын деп жатқаным ғой. Міне мына жақтан тіке кетесіз. Ана қақпадан барып кіресіздер. Мына қақпаға кіріп кетпеңіздер. Тіке міне. Жолдың бойында мына сатылып жатқан тауарлар бар ғой. Қуаттың өзін тауып аласыздар. Менен келдім деп келсеңіздер болады ғой. Бағасын сүріп береді бәрін. Осы міне. Осылай жүре бересіз. Тепсіне қойып қойбедім ғой. Мына жерде солға бұрыласыз. Аллигатор. Міне мына жер. Көріп тұрған. Қазір тұрамыз осы жерге. Осы болу керек. А міне Қойкен Қуаттікіне келді. Міне менің досым міне. Қарап алың, өткенде сүрдім ғой. Қойкен ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум жәке. Қалайсыз? Қалай? Болай. Жағдай жақсы ма? Қалай? Балықшыны алыстан көреді дейді ғой. Сол. Саған келіп көріп кетейін деген маған не керек дейсің? Өзің үй шамашылық бәрі жақсы? Болады Алла. Бала шаға бәрі жақсы? Бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Бәрі жақсы болса болды ғой. Өзіңіз қалайсыз жәке? Бәрі нормально. Шүкір. Аман есен. Сол баяғы өзің айтқандай өзің көргендей түсіріп тұрамыз. Мына мен Қуат деген досым. Негізі бұл жақсы кефалистің біреуі. Осыдан 3-4 жыл бұрын рекорд жасадым ғой бәріміз. Бұл. Монтажникте, айнаптар бар. Енді Бір-екі рет болған, сонда чемпион. Жігіттер біледі ғой бәрі, таниды ғой. Айтып жатқан себебім, негіп келген бір жағынан сен жарнамалап емес, халық біле бермейді. Мына жерде сен не сататын. Айтып келе жатқаным, бұл дүкен емес, сенімен тіл табысуға болады. Сен тек қана оны сатып жібермейсің, оны көрсет. Жағдай жатын. Түсіндіріп бәрін білесің, түсіндіре аласың. Ана поводок дегендерді, леска дегендерді, арқан дегендерді. Мыналардың да күш заттары бар екен. Осылардың бәрін түсіндіріп бере аласың дегенім ғой. Сол мақсатпен келдім тағы да. Бірақ өзім алатын заттарым бар, грузиктерім. Сол грузиктерін барып кетемін, сосын қазір сұрақтарды беремін ғой саған, жақсы ма? Мына негізі мендегі жазылушылардың саны ютубта 25 мың, мына неде инстаграмда 10-35 мың адам. Бірақ қарайтын адам где-то 70-80 мың адам Ақтаудың бәрі қарайды. Бір жағын айтып жатқан, осы жерге келіп сізбен көріп, осы дүкенде тұрған заттардың бәрі сізде де бар ғой. Бар. Соның бәрін айтып берсеңіз дегенім ғой. Қазір сұрақ қоямын, жақсы, жарайды. Қойке, сен тек қана мен емес, менің көрермендеріме көрсін да не сатып жатқан. Мына жерде крючоктардың түрлері бар ғой. Мына жерде бар крючок, сосын мына бар. Әртүрлі ғой, мына сетный крючок, ана судаққа нелерді.
Сосын мына қазір не үштік, төрттік дейді. Кефальдік қайсы? Кефальдікі мына нелер тұр. Павлодар ма? Алып келіп көрсетші бер жаққа соларды сен. Мынандай ғой мына. Былай байланған, мына. Осылай байланған. Дайын болмай, Дайын мынау. Грузы мынау 115 қазір көктемге неғып жатырмыз да, сосын 130-ды күзде болады, 130-дық бар груздар. бар дейсің ғой, ол жақсы екен. Мына кейітті тек құрт кегізетті лақтыра береді ғой. Міне мынандайлар, 130 грамм осындайлар бар. Мынаны қалай өшіре кесе алса болады ғой да? Болады, Бұлай түсіндіріп бересің ба? түсіріп беріп жатырмын, бәріне. Түсіндіріп бересің тағы, түсіндіріп бәріне. Түсіндіріп, көрсетіп, қалай не от көбісі новичоктар болса келсе сұрақ Жаңадан бастап жүрген. сұрақ не болса бәрін түсіндіріп, не алып, байлап беремді, орап беремді, лескісін көрсетіп, бәрін не алып береміз. Жақсы болған екен. Қазір өйткені мен айтып жатқан себебім қазір мына соңғы кезде біздің өзіміздің қара көздеріміз көп кефаль балығына қазір қызығушылық танытып жатыр. Қармақтарды сұрайды, катушкілерді сұрайды, лескілерді сұрайды. Сол сізде бір жағынан келіп сізді көрсетіп кетейін дегенім, өйткені сізбен әр уақытта да тіл табысуға болады ғой. Болады. Осы жерде бірақ халық білмейді көбісі. Соны көрсетіп кетейін деген. Тек қана екеуміз өзің білесің ғой, баяғыдан жолдас жігітпіз, көршімізде. Мынау негізі жаңа мына дұрыс айтып отыр, мынау кефальдің паводоктары ғой, қазір осы аулап жатқан осылар ғой. Аулап жатқан, көбісі білмейді соны қандай немен не алады. Сосын мына жерде көріп түсіндірген, мына кефальдікі мынау дейді. Олар ойлайды, обманкі сондай бар ма деп. Ол жоқ, только теңіздің құрты осыған не аласыз, сөйтіп аласыз. Ана катушкілерден көрсетіп кетесіз ба? Катушкілерді бір көрсетесіз ба дегенім ғой, мына қайсысы? Мынандайлар бар. Мына бюджетный вариант дегені ғой, осындай нелер. Арзан, үйленуге да? Қазір өсіп неғанда осындайлар бар. Сосын қымбаттауы бар уже, как профессиональный дегендей ғой. Сол қымбатын бір алып көрсетіңізші қазір. Міне мынандайлар. Міне. Осы. Кішкене шаң болды мына жерде. Мейлі шашам. Жақсы, үлкен катушка екен, қанша? 9.000 па? Оны да болады өстіп неғанда саудаласып. Саудаласады дейсің ғой да? Ана бағасы бір баға, бұлай неғанда келісіп, оған не қылады? Енді өзің білесің ғой оны. Мына негізі алысқа лақтырғанда күшті ғой, алысқа лақтырғанда неғанда ішіне лесіп көп кетеді. Балықты да жеңіл шығарады. Жеңіл шығарады, үлкен балықтар түссе де осы жақсы, бір обороты метрден асып жинайды осы. Тез етпейсіз ғой да? Сол. Тағы мен айтып тұрған жағы, спиннингтер жағы қалай екен дегенім ғой. Катушканы көрсеттік. Спиннингтер мына жақ келейін ба? Спиннингтер дегенде мына жерде қазір шабақ нелерге болады. Шабақ, тарашк, қарагөз алып қара бері. Тарашк дегенде мынандайлар бар. Арзандауы өстіне қазір көп қосқан. Міне мынандай ұзындығы 2-10. Бәрі түгел осыған еліп қосып беріп жатырмын. Паводогын, грузын, бәрі осының ішінде. Дайындық бересің да? Дайындап бәрін. Бәрін дайындап бересің. Бұлай көбісі қалай қолданатынын соңында көрсетіп, не қылып береді. Осындайлар бар мына жерде. Нағыз неге тарашкке, мүңгіртке, бычыққа жақсы болатын заттар ғой, сол. Мен ойымша, солай деп ойлаймын менде. Жігіттер білмейді ғой, соны көрсетіп кетейін деп жатқан тек әшейін. Фонариктер бар өстіне. Мынада мен 3 жыл бұрын алғам. Дәл осы мен жарнап жатқан әлі менде бар. Бір суткеге дейін мынада не қылмайды. Батареясы отырып қалмайды, әдемі фонариктер бәрі. Сосын бұлай көбісіне дүрбілері бар өстіп. Қарайым десе бір жерде кеп алады ғой, ана жерде айнақта кім аулап жатыр екен, кім не отыр дегенде тез жаққа барып өстіне. Мынандай нелері бар ана, балықты атам дегендер, неліғам дегендер. Ана қысқаштары балықты, тағы мына сізде спиннингтің мынау сақиналары ғой да? Сақиналары бар. Кольцалары. Керамикада отырған ба? Жақсы керамика. Алып қарасаңыз, алып қарамайыз ба? Ашып қараңыз. Мына ашып қараңыз. Бар, наличие мынандайлар мына. Пауық дегендер жаңағы, өрмекші деген басында тұратындар бар екен, Осы бар.
ортасында әртүрлісі бар иә. Размерлері, размерімен, несімен өздері ана несін алып келіп, қарап осы жерде клейлеп беремін өзім. Клейлеп өзің жасап бересің иә? Міне өзім жасап не алып беремін. Егер кейбіреулер өздері алып алады, үйде жасайды өстіне. Енді келген адамды өзің түсіндіріп бересің ғой бәрін, уақытың бар болса. Түсіндіріп айтады. Тағы да жаңағы маған спиннингтерді көрсетші, кефальға жақындайтын. Кефальға жақындайтын спиннингтер мына жерде. Бұлай шығарып көрсетіп берейін. Біреуін шығарсайшы. Міне мынау өзі де бұлай не қанда. Неше метр? 390. 390. Кайда деген иә? Кайда деген. Мынау жақсы спиннингтер ғой. Жіңішке нелер, мына ЛБ-сіне неған. Мынау 3,5 ЛБ сосын 4,5 ЛБ бар. 5 ЛБ дегендері сонда. Мынау қанша груз қанша не қылады ұстайды? Мынаны 130 грамм, 140 грамм лақтыра аласың смело. Смело аямай лақтыра бересің иә? Не қыла бересің. Кольцалары үлкен екен иә? Міне ішке бөлінеді, бұлай не онда, штекерный да. Бұлай ішке бөлінеді, чехолы бар. Ішке бөліп қараса екен? Міне бұлай. Мына жерден. Міне ішке бөлінеді, қиыншылығы жоқ бұлай. И ана чехолы бар, чехолға салып. Өзінің чехолына салып алып кете бересіз ғой. Жеп жеңіл өзіңіз қараңыз. Жеп жеңіл екенсің мен. Мына бұдан қазір қайдадан пока 4 түрі бар. Мына жерде. 4 түрі бар ма? Міне 390 мынандай бар. Сосын ана ромик деген. Мына Кайда Про дегені бар. И анақты бюджетный нелер, Шимано нелер деген, бірақ та тесттері жақсы. Жақсы ма? Жақсы тест. Бастауға 300 граммнан асасың. Бастауға болады дейсің ғой кефаль алуға. Құрметті мен көрермендер, негізі кефальді аулағанда ұзын қармақ дұрыс қой. 3-тен жоғары жаңа 3,60, 3,90, 4,5 сіздер көріп жүрсіздер ғой, қалай мен лақтырып жүрген. Тесті болу керек та, жақсы тест. Жақсы. Лақтырғанда. Грузды ұстайтын, иә? Груз ұстайтын соны. Көбісі ойлайды, ұзын болса болды. Ана бұл қылдақ болса ұзын болмайды. Сынады ғой тағы ол деген. Күш салған кезде сынады ғой. Сөйтіп не алады да, жәке, келеді. Ой, менің қармағым мықты дейді. 5 метр ұзын дейді. Оған қарамаңыз дейді, 5 метр. Мына жерде жазылып тұрады, қанша, несі, не қандай. Адамдар келсе өзің түсіндіріп бересің ғой. Түсіндіріп бәрін жасап бересің ғой, сөз жоқ. Келгенде айтып жатырмын оларға, қандай балықты аулайын деп едіңіздер. Сұрайым деп бересің. Сұрайым. Мынаны көрсетем, бұлай көрсетем. Мына жерде мына. Енді мына стойка мына халық қазір білмейді осы. Мынау қазір менде осындайдың бір түр. Вот мынаны қараңыз. Ана қазір толқын болған кезде ана шалаң, шөк дейді ғой. Нәрге шығарып қарашы мына бер жаққа шығаршы. Өте жақсы стойканың біреуі ғой, иә? Бұл болғанда мына бұлай не қылады, мына жерге грузды қоясыз. Міне 3 қармаққа. Мына жерге груз. Бұлай созылғанда міне көрсетейін соны. Бұлай ашылады. Міне. Салып қарашы, қанша үлкейгенін көрейік. Толқын кезінде жоғарыға қояды ғой бәрі де. Мына жерде міне. Міне бұлай не. Ана спиннингтің біреуін қойшы, қалай болды? Жаңа спиннингтің біреуін қойшы, көрейік. Уалейкум ассалам. Қалай, жақсыз ба? Бәрі жақсы. Жігіттер көріп атқан міне. Бұлай қояды, міне. Қалай, әдемі тұрды ма міне? Не болсын, тұрады орын. Мынау әдемі екен, е? Жақсы жасалған, стойка әдемі екен. Мынау кетіп қалмау үшін мына жерге груз салмақ қойып қояды ғой, а? Соны 5 келі ұстайды ма? Баклажкада ұстайды ма? Ұстайды ғой, міне. Міне енді не қылмайды, өстіп тұрады. Толқын бұл, ананда көтер жіберуге болады, ана қармақты биікті, оны су не қылмайды. Мынау да көтеріледі ғой, е? Бері қарай, бұлай не қылады, ана қармақты не қылам дегенде, бұлай не қылады да, міне көрді. Міне көтеріліп атыр қармаға не? Су тиіспейді дейсіз ғой, е? Ананы бұлай көтеріп, Қане көтеріп сәр? бұлай кетеді. Міне нағыз. Осылай болады. Мына жерде су деген тимейді, не қылмайсыз. Әдемі тұрады, е? Арасында келісіп, не қылып, жүріп, не қылып. Саудаласам десеңші, е? Дұрыс. Сондай болған дұрыс қой. Тағы да, мынау күш сәтегі.
Одан басқа малар да бар дейсіз ғой, иә? Мынандай простойлар нелері бар, мынандай. Тез жиналатын, тез қоятын. Үш аяқты, не онда, ол да қазір. Міне ол да шыдайтын, сапасы жақсы бұның. Тауардың ассортименттері күшті. Бұл да сапасы жақсы ма? Сапасы жақсы, мощный трактор. Аха, өте. Ана, отыратын креслоны алып қараңыз. Кресло бар. Көрсете беріңіз енді. Міне мынандай кресло бар. Оны да келісіп, не аламыз. Келісем десе болды, жігіттер келеді ғой. Бұлай ашын арасы. Мына жерде аяғым бұлай. Отыратын. Мына жерде мына сумочкасы бар. Мына стакан. Бәрі бар екен, иә? Ауыстыруға болады бұлай не қандай. Мына сумканы бұлай ашып, ар жаққа не болады. Сумканы мына жаққа қоюға да болады, иә? Мына несіне ауыстыруға болады. Бұлай. Мына бұлай. Мына жағына алмастырып қоясың, керек жағына. Керек жағына. Мына жерде ана стаканик, по стаканик тұрады. Мына жерде міне бұлай. Отыр. Оны отырғанда мощный тұрады. Спокойно отыра бересіз ба? Мына жерде кофе, сондай. Қарап, жәкең жаңа термоспен шай ішіп отырамын ғой мен. Көкем, өткенде мен костюмдерді алып едім ғой, сен оларды да көрсетсе, қазір жігіттер деген суға кіріп тұрып лақтырамыз ғой. Су өтпейтін өзі арзандау костюмдер болса жігіттерге дегенім ғой. Мен өткенде 4 жыл бұрын алған костюм, сізден алған костюмды әлі киіп жүрмін ғой. Ол мынандай ғой. Қандай еді ол? Сіз алғаныңыз мынау. Міне мынау. Осы ұнады, осыны киіп жүрмін ғой, әлі киіп жүрмін. 4 жылда асып кетті, ешқандай су өткізбейді. Қыста жылы астына ұлтарақ салып алса, күшті болады. 4 түрі бар, мынандай бар. Мынау, сіз алғандай, мынандай 4 түрі бар. Неге сапалар жақсы ма? Етік балық, сапасы жақсы. Сапалар жақсы. Оны да келісіп, алам десе, түріп берем. Бір бағас өсмейді, нормально. Ал келісіп беруге болады дейсіз ғой. Ішінен түсіріп қарайым, мына костюмдер. Или бұны не дейміз? Суға киген кезде комбинезон дейміз. Комбинезон дейміз. Алейкум ассалам. Осы костюмдерді суға кірттіріп, лақтырып, осы мен алған мынау мен осыны 4 жылдың ішінде қазір киіп жүрмін. Сол. Көке, мына селедка, майшабақ дейміз ғой. Соға не бар мына жерде? Қазір аулайды ғой. Жылтырауықтарды, блесналардың қандай түрлері бар? Міне мынандай түрлері бар. Мұның пока мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 бар. Нелері бар түрлері. Осыған, мынау майшабақтың нелері. Ана көріп берейін бе? Қазір груз ұстап отырсың, айта бер, мен сөйлейін. Консультация беріп жатсыз ғой? Мынаны қазір не қылып көрсетіп берейін. Сұрап жатыр ғой, қанша білмей жатыр ғой жігіт. Қанша груз не білмейтін соны. Так, мына жерде 4,5-4,8 160 грамм дейді. 80-нен 160 граммға дейді. Так, мынау болады ана. 100 граммдықы не боласың, лақтырып. Спокойно. Спокойно, оданша мынаны алып, мынау ең жақсысы болады. 95 грамм как раз осыған не болады. Мынау қанша? Вакидухасын қара? Мынау қандай лескі? Лескі мынау 4-тік лескі. Мынау 5-тік қыл, или алшылық қыл? Ана өзі жібереді ананы лақтырған кезде. Мүмкін. Алысқа қатты не алмайсың лақтырып. Бұлай не еден де, мосттан не болады. Мосттан ба тек? Көп нагрузка бермейді ғой? Нагрузка бермейді, ол бұлай не алып, не алмайды олар. Селедканы нені ұстайды да? Жігіттер тек қарап кетпеңдер, біздің видеоканалға кіріп қараңдар. Не деген? Казахи рыбачить деген бар, Жаки Абдыкалык деген. Түсіріп атқан. Мынау да осындай болады. Мынадан ауырлау болмайды. 120 грамм деп жазды. Ана 130 грамм бұған мыналар шыдамайды оны. Көріп жатсыздар ғой, қазір осы дәл осы жерде тұрып өзі консультация беріп көрсетіп жатыр қойгенін.
Ал енді балықтың бәрі сіздердікі болатын болды ғой жігіттер. Осында өз консультация беріп жігіттерге көрсетіп жіберіп жатыр. Жақсы жігіттер, сәттілік. Жакеңден келіп алыңыздар. Жерде бәрі бар. Бәрі бар. Қазан, және грузилар да бар. Қарма- Дайындары бар да, қармақтары бар, жақсы. Мына жақта ғой қармақтар. Қармақтар дейсің ғой. Осы жерден алыңыздар, жақсы аттар. Өзім осы жерде аламын постоянно. Постоянно. 2 жыл, 3 жыл болды уже. Ой, бәрі зат бар дейсің ғой. Иә, бәрі бар мына жерде. Саудаласаға болады. Сауласа болады. Келсеңіз болды ғой. Өзі түсіндіріп жібереді дейсің ғой бәрі. Иә. Жақсы. Көке жаңағы садоктар, балық торларды көрсетіп жіберсейші, қандай бар жаңағы? Міне мынандайлары Сачок дейді ма? Міне мынандайлары бар. Балық тор дейді ғой, неге? Садок дейді бұны. Я садок дейді, тор балыққа. Балық салатын, не алатын. Сосын мынандай ұстайтын балық. Мынандайлары бар. Міне размерлері, бағасы мынау кішкентай арзан, мынау сәл не қылып сол 500 теңге ары бері не қылғандары. И мынандай үлкені бар мынау. Не дейді? Жиналатын, осылай не алады, мұны бұлай жиналады. Балық шығару үшін ғой, Иә, балық шығару үшін. Мынау үлкен балық керек қой, нәм бар, үлкен балық. Бұлай жиналады да, мұны кармашка. Ол салып жібересіз, мұны осы. Жақсы екен бұл, Жақсы. Бағасы да болады нормально. Бағасы да жақсы десеңізші. Иә. Солай. Жақсы. Ал құрметті достар, көрсеттім ғой сіздерге, қай жерге келу керек, қай жерде саудаласып, жақсы тауарларды, балықтың тауарларын алып кету керек. Не, артында тұрған менің досым Қуат. Қуатты мына жерде тағы да сатып жатқандар бар, Қуат деген. Онымен шатастырып алмаңыздар. Солай ма, Қоке? Айтып қойсайшы енді. Иә, сондай бір 2 рет болған. Жаке маған жіберетін, Қуатты табасың деді. Ана өтіп барып, ана Қуат қайырды, берген деп сосын айтады, какой разница, Қуат дейтін. Сөйтіп па? Ол кісі түсіндіре алмайды, ол кісі балықшы емес қой, балықшы ма? Жоқ, ол вообще өзімді ұстамаған. Балық ұстамаған дейсіз ба? Сол енді міне, мен сіздерге көрсеттім, 21 шағын аудан базардың аты Масат па? Масады. Масат деген базарда ішіне келіп Қуат табасыңдар. Телефонды төменде қалдырам, сол телефонға звондайсыздар болмаса. Бәрін түсіндіріп береді сіздерге. Жақсы, тек жақсылықта, балықта кездескенше жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар, Қоке. Да, жақсы, келіп тұрыңдар. Күтем. Ал керек болса, күтем деп айтты ғой.